асыл азаматтары Қуанышбек ата мен Мәкен ағаның көз көргенде бірге өмір көрген кісілер. Біздің ақ дастарханымызға қош келдіңіздер. Биыл Мәкен ағаның қайтыс болғанына 5 жыл толуына орай сіздердің бастарыңызды осып, фотоларыңызды алып, ақ дастарханға құран оқытайық деген ниетімізді қабыл алыңыздар. Мақсатымыз осы. Ал ақ дастарханға бата сұрасақ, айтқаныңыз келсін. Енді микрофонды молдаға берсек. Жаңғытұлы Арқабайға, Арқабайұлы Жұмабекке, Жұмабекұлы Бекмұса, Нұрмұсаға, Бекмұсалы Қаратайға, Қаратай келіні Тұрсынайға, Бекмұсалы келіні Тұрсынайға, Қаратай қызы Ләззатқа, Имамбет қызы Рысбеке апама, Нұрмұсалыға, Қуанышбек, Қуаныш, Шешенбай, Исабай, Нұрманға, Қуаныш қызы Самалға, Елубай қызы Жұмакүлге, Айдарбек қызы Анаркүлге, Ордабай қызы Орынкүлге, Ысқақұлы Жетпісбайға, Юғынбекұлы Серікке, Шыныбекұлы Жеңіске, Жеңісұлы Абайға, Берімжанұлы Қайратқа, Темірұлы Сәкенге, Жұмабаев шартке, Бижанов шартке, Жұмабайұлы Нұрақжанға, Бижан қызы Хадишаға, және әжелеп, Жұмысалұлы Қуанышбек пен Нұрақжан қызы Барбанымға қамшылады. Жайлы топырақтарын қабірлерін кейін таразына осыра жауапқа тең қайсын бірі білмес деген күнәлары осы кешіргесін. Артынан ағайындыз бауырларына аппақтарына жүргенде иман, тауқет, сабырлық, шүкірлік, хидаят бергесін. Нәбін көріп Құдай садақлары қандай да жасты малда ниеттерінің көпшілік ұнады келді жүресінде қабір ете көріп. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассалам я хабибаллах. Аллахумма анта ассалам, минка ассалам, табарак зал jalali wal ikram, bi rahmatika ya arhamar. Altı metre soğan ağırlığı şirketin ağız deyip aşağı yeni
жастардың ержетуіне қол ұшын берді. Бірақ енді бақсын ақсақымыз ол туралы енді зиратта оқуға болады, Ждановқа барып, үйде де оқуға болады, Алматыда да оқуға болады. Енді басты осы көз көрдік сіздердің алдарыңызға келіп қол жайса деген ниетіміз бар. Бұл енді Мәкен ағам қайтыс болғаны өте жүрегімізге ауыр тиді. 20-шы жылы өзі барша адамзатқа ауыр тиген жыл, оның ішінде енді бізде құр қалмады. 10 шілдеде Мәкен ағамның үлкен ағасының қызы қайтыс болды Алматыда. Содан 5 күннен кейін ешімізді жинап үлгермедік, осы Мәкен ағамда айырылып қалды. Заман өте қиын кез, қазақ халқына нағыз сынақ болған кез. Бір-бірінің көзін көрмей есіктерін жауып отырған кез, қайран қалған кез. Сонда сіздер сияқты көз көргендердің арқасы өзіміз түнеп отырған кезде өліп қалып Ждановқа кетіп бара Ждановқа жеткенде бір қалың елді көрдік. Ждановқа үлкен ақсақалдары бар, әдемі жүрген. Сол кезде күн батып таң атқан сияқты болды көзіне. Ана үлкен ақсақалдар енді біздер келіп отырған еді. 10 күректің біреуін қаусап тұрған ақсақал болса да салады ғой деп, 10 күректің біреуі жеңілді деп бізге де. Сол үшін Жданов халқының үлкен ақсақалдарының қазір келмей қалды. Алдарынан рахметімізді айтамыз. Ждановтың қаймағына, маңызына, шот әулетінің сондай қадірі беделі сол Ждановтан көрінді. Мәкен ағамның жылын өткізген кезде өзім бір жеке видео дайындап едім. Сол видеоны алдарыңызға көрсеткім келіп отыр. Ол жылы Мәкен ағамның жылы және де Қуанышбек атаның қайтыс болғанына 10 жыл болу керек болған кез еді. Ал көңілдеріңізді экранға аударсаңыздар. Ана жан, шаңыраққа болдым пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға, барыңда да, жоғыңда да дәулетіңнің, көңілін қалдырмадың әлде кімнің. Өмірдің жиылғандай бар керегі, сыйластың елдің жақсы ардағымен, араласып беткұстар саңғалымен, 6 бала өсіріп жарты ғасыр, қол ұстасып өттің ғой жан-жарыңмен. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық анасызды баршамызда. Жан ана ұл қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Биыл асқар тауым құлағалы 10 жыл болды деп, ағайынның басын қосып, әкемізді еске алып өтер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкің жадымызда. Сезім шіркін көңілдерді кернеген, қимастықтың күйін шертіп тернеген. Күтпеп едік көріп жүрміз бүгінде, сағыныштың біздер бүгін көрмеген. Жоқ күніңді бар қылған, денеңе дәрмен салдырған, ашықсаң асқай тойдырып, аңсасаң суға қандырған, жәрдеміңе жараға қабағыңа қараған. Жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң көңілі өдеген, аман болса екен деп Алладан мәдет сұраған, иығына міндірген 62 тамырын о баста Құдай идірген. Қарыны ашып қалды деп алдыңа тамақ үйдірген, анадай құбылай қамқорың табылмас мына дүниеден.
опасыз жалған дүниеде анадан көргіш болсайшы-ай. Анамды көңлің сағынса, мұңын бір тартпас болсайшы-ай. 9 ай 10 күн көтерген еңбегіммен етілген, бір сен үшін қиналып михнат тапқан төсінен жыласаң шошып оянған, мұздай бесік таянған. Қараңғыда жыласаң жаңылмай бөлген даусыңнан, жастар естей күніңнен хабардар болған сыртыңнан. Мейіріміңді қандырған мейірбан бар ма анадан? Опасыз мына дүниеде анаң бір өлмес болсайшы-ай. Анасы өліп қасіретін балдар-ай тартпас болсайшы-ай. Ағайынның бар жерде басыңда тұрар әруағың, ағайынның жоқ жерде шайнауда қанар бармағың. Қабырға сүйер қалқымай ажал бір келмес болсайшы-ай. Осыншама алғанда қара жер қойның тойсайшы-ай. Осыншама алғанда қара жер қойның тойсайшы-ай. Өмірдің жолын өткерген, көктем мен көзін көп көрген, қаз болып қардан гүл термей, кезекпен қазыл шоқ тереген. Анамды аңсап барғанда, сен беріп тұрған барманға, мұржалы қара ошағым сәл суып оттан қалған ба? Көңілім сондай босады, жолуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Ақ бауыр сағын пісірген, дәмдігі басын түсірген анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшін мен. Түтіні түзі шығатын, күйесі кие жоғатын анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Көрген, өшірмеймін деп сөз берген, кезегін қалап аузыма от жағып жатты ақ жеңгем. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін, жеңешем асы піскенше ән салып күйім шертейін. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы.
өзін татқан. Бұл менің анам, кейде қосыз мен ойлап жатқан. Көңілсіз шағымда көңілімді тапқан. Мейірімін үстіме көрпе ғып жапқан. Бұл менің анам, бәрінен қымбатым бағалым, бәрінен жақыным адалым, бәрінен аяулы адамым. Бұл менің анам. Апамның қолының жылуын сезіп өстім. Өзгенің баласынан өзінен кем көрмейтіні қасиеті бар еді апамыздың. Қанша өзінің немересі болса, тура сол қатарлы қасында мен де жүретін едім. 17 жасынан бастап енді толықтай мәкем ағам өз қарамағына алды. Содан бері енді үй болды, үйлендірді. Соған үлкен рахмет. Жаңа қыздарға да айтып отырмын, енді бізден аттап кеттің ғой деп, Құранды өзімізді оқытамыз ғой дегенге, енді менің де өзімнің алғысым бар, парызым бар, қарызым бар дегендей, маған да соны өтеуге рұқсат беріңіздер деп, Қуанышбек атаның алдында да, Мәкен ағамның алдында да менің былай ер жетіп адам болып қалыптасуына үлестері өте көп болды. Ал енді көз көрген адамдар үлкен кісілер, микрофонды сіздерге ұсынайын. Сөз сөйлейін деген кісілер болса. Құрметті көпшілік, бүгін біз Қуанышбек әкемнің өзі туралы әкемнің Қуанышбекке арнап, және оның ата-бабаларына арнап, ата-бабаларының ел болған осы Құдай ашсын, Алла қабыл етсін, ештеріңіз Алла қабыл етсін. Әкемнің Қуанышбек өзі
Оқуларын бітіргеннен кейін Көкшетау облысында болғандар. Ода Түркістаннан екеуі студент кезінде. Одан кейін Көкшетау университетпен Сарысу ауданына келіп, Сарысу ауданында Кеңшарда Орысшық бас дәрежелі болған. Осы кәдімгі сақтау. Одан кейін Орысшық осы жайының ауылында, өзі туған ауылында зоотехник болды. Завфермер болды. Сөйтіп пенсияға шықты. Ол Алматыда оқуды бітіргеннен кейін осы жаққа келген үшін мынау бейкомбинат дейміз, сол бейкомбинаттың жайылмадағы филиалының бастығы болды. Одан Әйтеке би мектебінде директордың шаруашылық жөніндегі мектептің орынбасары болды. Сосын сол жерден әрбір пенсияға шыққан болды. Сол өзінің мамандығы бойынша ода пенсияға шыққан. Енді бұлардың ауданға сіңірген еңбектері көп. Мынау қоғамның мал басын өсіруге атсалысқанын қуаныш. Әрбірдің ұрпақ тәрбиесімен айналысып, мектепте жақсы мұғалім болды. Ол сосын бұл әрбірдің ой сөйлеп кеңес. Сол Әйтеке би мектебінде қазіргі облыстық республикалық деп айтуға болады. Жаңағы жиын өткен қазақ тілі мен әдебиеті пәні туралы. Сонда Мәрмәду аяқап жасаған болды. Сол аяқапты келген, облыстан келген, республикадан келген кісілерге аяқапты қазақша. Соны қазақ тілге таратқан. Сонда ел риза болып кеткен. Әрбірінің сондай өздері бар. Бірақ екеуі де қуаныш жоқ, әсіресе өмірден ерте кетті. Бірақ енді олардың артында ұрпақтары қалды. Алла сол ұрпақтарын аман қылып өсіре берсін Алла. Ұрпақтар өсіре берсін. Олардың жатқан жерін Алла жайылсын. Анау ол дүниеде сұрақ жауап дәптері дейді. Сол дәптер Алла оң жағынан оларға беріп нәсіп етсін. Тілеген тілектері ұрпақтарына қабыл болсын. Осы Құдай астарын қабыл болсын. Енді осы Қуанышбектің Мәрмәдудің ұрпақтарында отбасыларында той бола берсін. Ниеттері қабыл болсын. Рахмет. Құрметті бүгінгі мынау асқа жиналған азаматтар, қыза жігіттер, ағайын туысқандар, жаңа келген ағам толығымен айтып өтті. Мен Қуанышбектің өкшесін басып келе жатқан осы менен 1 жас, 2 жас үлкендігі бар болу керек. Бірге өстік. Мына Құтлихан деген жерде 3 тал болатын үлкендеу, бір жейіндеу, үлкендеу, біреу қылаңы. Атамыздың үйі, одан кейін біздің үй, одан кейін Садық деген кісі. Біз сол жерде тұрдық, бірге өстік, Қуанышбектермен бірге қатар жүрдік. Қуанышбек ағамыз өте байсалды, білімді азамат, ағайынға қамқорлығы мол, жақсы азамат болатын, білімді, өз үстіне мығым, іскер азамат. Енді оған Мәкен жеңгеміз шынын айтып отыр ғой. Біз Мәкен дейміз, Мәкен жеңгемізді ақтығында Мәкен әп-әдемі үлгі ауызға салғандай келін болып түсті. Біз енді маған жеңге ғой.
бәріміз таңғалғанбыз Ақжардан. Ана жылы мен Тарбағатайда жеңіс сілкінісі болып, сонда Ақжарға бардым. Ақжарда ол кісінің ағасы тұрады екен, электрик болып. Сол жерде мен барғаным бар. Сол жерде бір 3 айдай сол жерде біз құрылыс тоқтық. Ар жағында Киров ауылы деген ар жағында бір 12 шақырым жерде болды. Сондықтан орда тәрбиелі семья, жақсы білеміз. Жаңағы Кеңкең ағамыз айтқандай, қолөнермен жақсы айналысатын. Осындай жиын той домалақтарда өзінің қолынан шыққан бұйымын әкеп ескерткіш ретінде үлкен кісілерге сыйға тартып тұратыны әлі көре аламызда. Сондықтан енді адам мәңгілік емес, өмірде тұра бермейді. Әрқайсысы өзінің жолы бар, Алла тағала қай уақытта керек қылады, сол уақытта алып кетеді ғой. Сондықтан жатқан жерлері жерлер, топырақтан торпы, жандары жаннатта болып, жаңағы Кеңкең айтқандай амалдап тұрған оң жағынан берсін, арта қалған ұрпақтарына бақыт береке ынтымақ берсін. Мен байқап отырып, Мәкеннің сіңлісінің ба, жігіттегі бірнеше рет осындай құдай тамақ бергенде өзім көгер болдым. Қазақ айтады, өлі риза болмай келіп айырмайды дейді. Сондықтан тапқандарыңды осындай аңызында Құран оқытып тұрғандарың, ол енді мұсылманның жолы, беріп жатқан садақаларың, қайырымдылық әйтпесе астарыңыз қабыл болсын. Алла енді еш уақытта жамандық көрмеңдер, арты той болсын, бала-шағаларын жаңа айтты, бәрі ата көрген оғжалар дейді ғой, бәрі салиқалы азаматтар болып өтті, бірақ осы тұқымда көбісі ертерек кетіп қалды. Менен үлкен жаңағы 1-2 жас үлкен пәлек дейді біз Қуанышбек. Одан кейін мен Қуаныш дегеннен болған, менен 1-2 жас кіші. Осы бәріміз бірге жақсы араласып жүрдік. Азаматтардың бәрі жақсы. Сондықтан Алла келешекте әр нәрсеңізді орын ретінде болсын, бәріміз жақсылық болсын, жақсы астарыңыз қабыл болсын. Ана сен сөйлесе қана. Жоқ, одан кейін сөйлесе. Абысыны ғой. Күлпан сөйлейді ғой, как раз. Әтем сөйлейді. Қанат, сен сөйле, содан кейін бірге жүргесін, бірге тұрасың, әрі құрасың. Дұрыс айтады. Бүгінгі спорт беріп жатқан шарамыз енді бірігіміз келе жатқан әңгіме отырып, бірінші балаларға ризалығымызды білдіріп бердік. Жаңа Қуанышбегі Құдалбенен Мәкең Құдалбек туралы Кеңкеңде, Жәкеңде жақсы айтып жатыр. Бізде бірге сол ауылда тұрдық, бірге қызметтес болдық. Мен мектепте бір шамалы уақыт жұмыс істеген кезде Мәкең апайлар сол жерде ұстаз қызметте болды. Мен өзі қай жерде барғанда да сол жайында совхозда барғанда жаңағы Қуанышбек ағалар бастаған үлкен кісілермен бірге қызметтес болдым. Өмір көрген, ел сыйлайтын жақсы азаматтар бар. Енді кейін мына Қуанышбекпен құда болдым. Қуанышбектің менесіне Күлпан ағаймен. Кейін енді туыстар араласып кетіп, бір-бірімізбен осы жақта болып жатқан барлық іс-шара бізге үшін ортақ. Мына бүгінде келіп соғыстырған құрамына қатысып отырмыз. Нұр айналайын, сен бүгін ғана емес, бұрында да жайым ауылында өзім арнайы келіп, Мәкеңге, Қуанышбекке осындай бір іс-шара өткізіп, біз соның куәсі болып жүрміз. Рахмет. Өткені өсін, өткен адамдардың өмірден еске алып, олардың рухына құран бағыштау, кейінгі ұрпағының жақындарының міндетін біліп, сол міндетті сен өз абыроймен орындап бересің. Сондықтан саған алдыңда Алла разылығы көп, шауыр дейін жоғары болсын, елдің ағайыны құрметті азаматы болып, сонда саған жеке басында біз сондай үлкен тілек тілейміз. Енді асқалы болсын, дүниеден үлкен кісілердің жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын, артында ұрпақтар
өсіп өріп, үлкен әулет сол қанатын арға жайыңыз. Қабыл болсын. Бүгін мына асқа жиналған құрметті қонақтар, Мәкеннен Қуанышбектің қайтқан күніне Мәкеннің інісі Асылбек отыр екен, айналайын рахмет, көп жаса. Атамды еске алып осындай адам жинап ас берген. Біз енді Қуанышбекпен Мәкенменен біз 1964 жылы 1964 жылы. Былай, 64 жылы жаңағы Қуанышбек Көкшетаудан Мәкенмен екеуі ауылға келді. Ауылға келгенде ең бірінші менің көруім Мәкенді. Қас сұлу, кәдімгі енді ол уақыттағы Мәкен менен Қуанышбектің түрі екеуі бір-біріне лайық өте. Өте әдемі сондай Қуанышбекпен екеуі көрсе көз тоймайтын сондай сұлу шынын айтқан уақытта. Оның үстіне Мәкеннің кішіге сіздер үлкенге құрмет және телім майда кіммен сөйлессе де ішіп алдына беріп жаңағы сөйлетін еді. Содан біз Жайнаға бардық 66 жылы. Екеуміз гараж жақта есігі қарама-қарсы білесіздер ғой, жаңағы совхоздың үйінде тұрдық. Соны кешке жақын жаңағы ортамызға бір киіз саламыз да, самаурымыз қайнап тұрады. Ағайын туысқандар келеді, байқадымнан. Үлкен кісілер, олар біздің қайнағамыз. Сонда Әнуар марқұм айтады, Қуанышбек, ет сенен, арақ менен, күтеміз деп жаңағы күлетін. Сондай талай қызық уақыттар болған. Мына балалардың бәрі көз алдында өсті. Өте тәрбиелі, Динара, Бауыржандар, қалың қыс болған уақытта Мәкен неге барып жете алмай қалды. Ар жақта ауылымызға енді ар жақта. Содан екінші қатынас жоқ. Бәріміз жаңағы үй суық, совхоздың салған үйде бәріміз бір үйде жатамыз. Жаңағы балалар бар, Динара бар, Қалимаш бар, Бауыржан бар, Қуанышбек бар. Сондай қызық жағдай болған еді. Жатқан жері жайлы болсын. Мәкен өте сыпайы. Қуанышбек марқұмда ауырып, бір күн ауырып түн ортасында Исабай марқұм келіп әнге Қуанышбек нашар болатын бір врач бар екен, әйел терапевт елдің бәрі біледі екен. Бұзықтау ешкімге көнбейді деп жаңағы. Көнбейтін қандайға келектіп түн ортасында алып келіп Қуанышбекке жаңағы дәрмекпенен сөйтіп айналайын. Мәкен осы өзінің соңына келген қайналарын, балаларын бәрін өскеменге жетектеп, бәріне білім алып берді, бәрін оқып көрді, өскеменмен білдірді. Айналайын, жатқан жерлері жайлы, Қуанышбек пен Мәкен бір-біріне лайық, артында ұрпақтары қалды. Мәкеннің мынандай көкөбас, саған көп рахмет. Мына қабыл болсын беріп отырған, аузынан тастамайтын маманды, өзінің туған несі. Сол енді өмірде оларға сол қол жайып, тілектерінен басқа ешқандай көмек жоқ. Бергендеріңе рахмет, көп жасаңдар. Жатқан жерде жайлы, топырағы толға болсын, балалар артындағы аман болсын, жүз жасасын. Осы ынтымағыменен өмір сүріп, бір-бірін қолдап, әке-шешелеріне кір келтірмей жүріңдер.
рахмет. Осы Ануар ағайдың арқасында маған Тайман деген ат қойып берді ғой. Атын атап айтты. Ал енді Мәкен мамамның бірге араласқан ауылдағы өзінің достарына микрофон ұсынсам. Ал бүгінгі мынау Мәкен апамызбен апайымызбен Қуанышбек ағайды еске алып отырған осыған келіп отырған сіздердің қаламдарыңызға гүл нұр жаусын. Уақыттарыңызды бөліп қазір жерде асығыс қой, уақыт жоқ енді бәрінде. Ал енді Әнуар, біріншіден саған үлкен рахмет айтамын. Ылғи да келіп Құран оқытып жүрсің, ішінде біз болып жүрміз. Бала-шағаның қызығын көр, мақсатыңа жет. Мына жолдасыңмен екеуің ақсақалды сартысты кісі болыңдар. Сен мына келіншегің жақсы болғаннан кейін, осы барам дегенді барып, келем дегенді келіп істеп жатсың. Кейбір келіншектік бар, қойшы айналайын дейтін. Айналайын. Мәкен әтекемнің еңбегін бағалап, соған келіп, жыл сайын Құран оқытып жатқаныңа біз ырзамыз. Ал енді жаңа біздің Кеңесбек ағай бәрін айтып жатыр ғой. Сол ағай біздің директорымыз, бәріміз бірге жұмыс істедік. Оның алдында Мәкен тәте Кәлелінде балабақшада жұмыс істеді. Балабақшаның бастығы болды. Менің енем сол кезде балабақшаның тәрбиешісі тұғын. Менің енем үлкен, бұл кісі кіші, өте бір-бірімен сыйластықта болды. Одан кейін жаңа жайылмадағы киім тігетін әртен дейміз, ол өзі соның бастығы болды. Ол жерде де қаншама адамды тәрбиеледі. Менің көршім бар, Манат деген. Солар айтып отырады, бізді үйретіп, тәрбиелеп, осындай дәрежеге жеткізген Мәкен апай деп. Одан кейін мектепке келді. Мектепте менің жолдасым еңбек сабағынан береді. Мәкен апай да еңбек сабағынан қыздарға береді. Менің жолдасым ұлдарға береді. Екеуі жаңа екі жарты бір бүтін бізде жақсы араласты. Содан кейін Мәкен апайдың бір керемет сол, орыс басын бітірген ғой, Өскеменнен келген. Бізге қарағанда біздің қазақ ауылда туып өскенбіз. Ол кісі бізге қарағанда көп нәрсені үйретті бізге. Ең артысы жаңа жылдық бал маскарадтан қандай киім киіп жүруіміз керек, не істеуіміз керек. Жаңағы бір-бірімізге әзіл-қалжың ретінде красавор, шайнабор, сөз жұмбақ жасаймыз. Сонда Мәкен апай отырып, ортамызда отырып, жаңа бір-бір жұмбақ өлеңмен жігіттерге 23 февраль ғой, ол кезде мереке. Әр жігітке арнап өлең шығарады. Жаңа географияның картасын жасап, Жәпел Амантай деген ағай болды. Сол кісінің бір ала пәлтесі болатын. Соны картаның бетіне салып қойып, сондай бір не тұғын енді, зере, сосын ұйымдастырылған бұрын жаңағыдай орыс басын оқығандығы ма, бізге қарағанда ол кісінің бір, біз көп нәрсені үйретті жалпы. Сол кісінің соңынан естіп жүріп үйрендік. Ал енді Қуанышбек ағам сол Мәкен сияқты әдемі сұлу, Өскеменнің арғын алып келген Қуанышбек ағам да тегін адам емес қой. Жайылманы өгіздей өлге сүйреген бас мамандардың бірі болды. Жайылма совхозы сол кезде дүрілдеді. Жаңа қанаттар айтып жатыр ғой. Сол кезде жайылманың жігіттері, бас мамандары, жаңағы кәсіподақтары бәрі бір елге үлгі болды. Ал енді үлкен Қылаң атамның ортақ семьясына келіп, мұншама әдемі қыздар қайнысыңдері, әдемі қайнылары бәрін жетектеп жүріп, оқытты. Жаңағы Амантай тәтем айтып жатыр ғой, Өскеменге сүйреді. Жалғыз бұлар емес, үш жерде қайнысыңдығы қымбат деген қайнысыңым дейді, туысқаным дейді. Соның да қайындарын Өскеменге апарып оқытты, оқуға түсуіне көмектесті. Өте сырбаз, кісіге жаны ашығыш, қолы кең, жүрген жерінде жайнатып жүретін. Өзіміз сол кісіден көп нәрсені үйреніп, соңына ілестік. Біз ол кісіден кішіміз, бірақ ол кісі бізді кіші деген жоқ, бізбен бірдей құрдастарындай сыйласты. Мектебімізде еңбек деген кабинетті ашып, оның үстінде жаңағы табиғаттың көрінісін кластың
кісінің ішіне жасап қойды. Соның бәрі ол кісінің жаңағы энтузиаст дегенін көрсетеді, ол кісінің жаңағы білімділігін көрсетеді. Енді адамдарға деген ілтипаты ол өз алдына бір бөлек дүние. Бәрімізді осы отыр, мына көрді, осы жерде мұғалімдердің бәрі отыр. Мәкен апай деп біз шығып бара жатқанда төменгі этажда бірінші этажда ол кісінің кабинеті бар. Соған кіріп, сол кісінің істеп жатқан дүниелерін көріп, күнделікті өзгертіп отырады. Соған қызығып қарайтынбыз. Ал енді одан кейін біз пенсияға шыққаннан кейін де Мәкен апаймен бірге жүрдік, бірге тұрдық. Жаңағы бір лұқман суды бөліп іштік. Сонда ішімізде жүріп, ол кісінің берген батасы, ол кісінің айтқан әңгімесі, сол енді орысша тәрбие алса да, қазақтың салт дәстүрін кереметтей ұстап, сол кереметтей сол қазақтың мақал мәтелдерін, шешендік сөздерін өзінің жанынан шығарып бата берген кезде мына қыздар отыр міне, тоқтатамайды доңыз. Батаны бәрімізге бата беріп кетті ол кісі. Енді жүре тұрса артық болмайды. Енді мынау Мәкен апай мен Қуанышбек ағамнан тараған балалардың бәрін мен оқыттым. Ең үлкені Гүлнар, мен 10 жыл математикадан сабақ бердім. Одан кейін Динара, Намадикош, болса да Бауыржан, Нұржан, бәрі өзі қолымыздан шықты. Енді тәте осылардың бәрінің оқуына өте күш салды. Мысалы, өте үздік оқымаса да кейбір балалардың қалай да оқытам деп тырысты. Ең арасында Бауыржанның Ермұсасын медицинский колледжде оқытты Алматыға. Одан кейін осыған шашымды жусам да медицинаны бітіртемін деп соған түсірді. Соның бәрін біз куәсіміз. Міне сондай жақсы кісімен бірге жүріп, сондай кісімен дәмдес қас болғанымызға біз мақтаныш сезінеміз. Біз Мәкен апаймен мақтанамыз. Айналайын, сенің мамаң, Мәкен мамаң халыққа қалаулы болған, елге елеулі болған, керемет азаматша. Қай уақытта келіп, ол кісіні еске алсаң да, ол кісі арнап не істесең де артық емес, бәрі қабыл болсын. Балалар келіп осындар ғой, мына жерде бүгін барлықтарын. Келген қадамдарың құтты болсын. Қыздар, енді мамаң мен папаға тиетін осы құрал ғой, сол құралдарыңды оқытып, сендердің де бала шағаларың өсіп, немерелі шөберелі боласыңдар ғой, ары қарай ұрпақ жалғаса берсін. Әйтпесе біздің Қылағат ағаның ұрпағы қандай еді? Қандай еді? Исабай қандай еді? Шешенбай қандай еді? Бәрі өзіміздің осы Ленин мектебін бітірді, өзімізбен өкшемізді басып жүріп оқыды. Әлимаш, Қалимаш, Бағила, Қалимаш деген қызды менің жолдасым Қашындық болды. Өте жақсы көретін. Өзі биязы, өзі сұлу, өзі әдемі деп, кейін енді Тараздағы Дарын мектебінде сабақ беріп жүргенде, менің немеремді ол Қалимашқа бауырына тартып, Наматай ағайдың немересі ғой деп, ол да өзінің міндетін атқарып жатты. Мінекей біздің Жайылма ауылындағы Жан елді мекеніндегі бір өскен, өнген, халыққа үлгілі болған Қылағат атамның отбасы. Оны бәріміз білеміз. Сондықтан да сондай отбасынан шыққан, сол отбасының басшылары Мәкен апа мен Қуанышбек ағамның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, жандары жәннаттан болсын. Артында қалған ұрпақтардың жасалыққа мынау құдайлары қабыл болып, бұлар да өссін, өнсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіз сөйлеуіңіз болды дейді. Айтқандарыңыздың бәрі дұрыс. Менің мақсатым Мәкен ағам өсіп бала шағамды оқытып жүргізіп, немерелер ие жетті. Немерелер өкінішке орай апамды көрген жоқ, өзім аталарым да еміс есімде. Мүмкін сіздердің жақсылықтарын бәрін айтып, таспаға жазылып, шөберелер өсіп жатыр дүниеге. Солар біліп отырсын дегенім ғой, қандай адамдар болған. Мен өз басым көп нәрсені көрдім өмірде, жақсы нәрсені көп көрдім. Қалада түйіп
өсіп келе жатқан баладан ауылдың кеңдігін осы жерде көрдім. Мен ес алтыға келген кезде әкем ауылдың үйінде ешкім қалған жоқ. Қыздардың бәрі кетті, ұлдары оқуға кетті, соғысы дәрігер кетті 91 жылы. Ішім қысады, үйде көршілер бар, көршілер болғандар төлеуде кетеді болды. Айлмашындар әлі болды, екеуі жетектеп жүреді болды. Содан іші қыспасын деп, ол кезде Жетпісбай деген кісі шатыр, сол машинасына салып жүреді Жданыққа. Жданықта енді бір болды балалық, әр семьяның 2-3 баласын сол жаққа бақтасып. Апам өзі бағып отырады. Сол кезде дастарханның кеңдігін, үйдің кеңдігін сол жерде көрдім. Симаны үйде, симағаны далада, одан симаса көрші-үйіне барып ұйықтай береді. Әбен ішкенде сол, шай ішкенде сол көрші-үйіне барып іші салып, бәрі туысқан, бәрі елі жүр, сондай бір қадірлі қасиетті шаңырақ болды. Өзінің немерелерін жеген қаймағын менің аузыма да тосты, сол үйдің құдалағын су ішті өстік. Шаңыраққа, зиратқа барған сайын еліп сәлем беріп тұрамыз. Ол да қасиетті бір шаңырақ қой. Сол шаңыраққа қазір Ержан деген кісі ұстап отыр екен. Орнынан тұрсаңыз, енді ол үйді өте кері қасиетті болды. Апамның өзі сондай қанша адамдар шыққанды көріп тұрсыз, біліп отыр, естіп жатқан шығарсыз. Енді сол үйдің шаңырағы сізге тиесілі болды. Олардың тағдырын сізге берген үлкен бір бар деп ойлаймын. Енді сол шаңыраққа сол құдыққа сіз ие болса, мынау білесіздер, Қазақстан ұлттық банкінің санаулы ғана тираждан шығарылып, 7 қазына деген маңыз сол үйіңізге қойып қойсаңыз, 7 қазыналы үйдің бірі сол. Апамның енді айта кетсек, өте көп еді, ішінде есінде қалғаны, су басыма отыршынып, қатты ауырдым, іріңбасы. Сонда апам жаңағы қыздарды жіберді, ол кезде Айжан, ол жұмыстарыңызға жапырақ тепті береді. Үлкен аскерді. Ой, бала білсіз, шоңға келесіз. Сау болсын, асқадағылық, басқа амандық берсін, осы беріп жатқан іс-шара садақасы қабыл болсын, ол ағамыз бен жеңгеміздің жатқан жер жайы, топырақтағы жан-жанаты болып, бәрі білмесе күлер кешірсін, құлай қабыл болсын. Айтпағымыз естілді, алып отырыңыздар, батасы берілді. Мен сөзді жалғастырсам, сол қатты сырқаттап, сонда апам қазының майын жағып, жапырағын жапсырып, орап, үйге кіргізіп, ұйықтап тастады. Кешке жақын тұрды, жарадан жара жоқ, ірінен де түк жоқ, сонда бір ұйықтап тұрғанда сондай дертім кетіп қалғанда қалған. Қазір де сондай бір ем болса ғой, ауырып тұрған жерін бір ұйықтап тұрсам жазылып көреді. Ал енді өткен сіздердің жақсылықтарына айтып, бізге онша болмас, ешкім жақын адам жағын деп айтпайды. Мен тек өткен нәрселерді айтып өтсем. 2003 жылы мен мамам жылдығын ауылда бердім. Ұсыныс жасады. Сонымен Ақжарға кеттік. Сонымен шығыс Қазақстан облысы Ақжарға кеттік. Мен мамам Мәкен мамам өзінің әке-шешесіне де тұрады. Келесі жол жүрдік. Біз район центрдан бөлек кішірек баяғыда әке мамаларымыз бала кезінде тұрған ауылда Жданов сияқты Ахмет Бұлақ деген. Сонымен әке-шешеме Құран оқып, және де әке мамамның әкелері, біздің үлкен атамыз ғұлама молда болған, ауылдың көзі ашып, танитын кісі және ұстаз сол ауылға білім беретін кісі болған екен. Оның Құраны қалған екен. Кезінде Совет үкіметі кезіп, ол Құранды тығып ұстап, Құран біледі деген кісілерге беріп жүрген екен. Сонымен ізі жоғалған. Сол Құранды Мәкен мамам іздеймін деді.
Енді Мәкен мама, ол Құранды қайдан табасыз? Одан бері 50 жылдан астам заман өтті. Ол Құран жоқта шығар. Жоқ, мен ниеттеп, керімдеп қоймайтын сондай бір болмайтын заттары олдырап кететін өзінің қасиеті бар еді Мәкен маманың. Сонымен Ахмет Бабқа келдік, сонымен Мәкен мама айтты, мен осындай Нұрақжанның кенже қызымын, осындай жұмыспен келіп отырмын, әкемнің Құранын іздеп жүрмін деді. Қасында ол кезде үлкен кісілер бар. Енді сіз сол кісінің қыз екенін дәлелдеп бар ма деді. Бар деді, міне үлкен кісілер бәрі дәлелдейді деді. Негізі Нұрақжан атаның Құраны бар деді, мешіттің полкасында тұр деді. Жалпы өзі 3 кітаптан тұрады екен, бірақ соның 2-і ғана сақталған деді. Енді дәл осы Құранды сіз танисыз ба деді. Сырты тозған, жолын шыққан кітап екен. Сонда әр сүренің ішінде, сүре біткен жерінде 5 қауашақ гүл бар екен, мен содан танимын деді. Бұл Құранды біз бала кезімізде бізге оқытпайтын, ұстатпайтын, бірақ ескететін. Сол кезде ескеткен кезде көзін сол гүлге тап болатын дейді. Ол кезде ешқандай кітап жоқ, осы Құраннан басқа біз ешқандай кітап көрген жоқпыз деді. Кез келген бетін ашып, сол жерде 5 қауашақ гүл көрсетіп саған деді. Сонда міне алдарыңызға әкелдім, міне атамыздың қасиетті Құраны мынау. Сонда мына жерде мына айтқан екен. Любой бетінде әр сүренге 5 қауашақ гүлі бар деп. Сонымен елдің алдында естіп көрсетті. Сонымен ол кісі онда қасиетті Құран келесіде екендеп Мәкен мамаға ұсынды. 2 Құран. Оның біреуін жаңағы Құзман ағаның баласы Қарашанақты соған берді. Екіншісін үйіне алып кетті, кейін маған берді. Мен үйленіп, үйіме көшкен кезде шаңырағыма осы Құранға Нұрақжанның жиен болса да ұрпағы солай атын жауып жүрген. Мына Құран сенің үйінде болсын деді. Сондай бір жаңағы эксподағы болмайтын нәрсені сондай болдыратын бір қасиетінде өзімізді алатынбыз. Аяғы күшті болып шығатын деп. Ал енді келесі сөзді мына жерде көпшілік асқа жиналудан қабыл болсын. Әнуар сонау жерде Айжан екеуі балалар қосылып, тәтеме және ағама арнап, тәтем қайтыс болғанға 5 жылдай қол толып отыр. Соған міне дастархан жайып, Құран ашықтап отыр. Қабыл болсын дейміз. Әнуар және балаларға, Айжан қарағым өзіне үлкен рахмет айтамыз. Ниеттерің қабыл болсын. Алла сендерді осы жақсылық алдарынан шығарсын. Алладан қайтсын бар жақсылықтарың. Бала шағаларың қызығын көріңдер, өмір жастарың ұзақ болсын. Дастархандары қараласқа осындай молшылықтар болсын. Енді ағам мен тәтем жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Енді ол кісілердің жақсылығын айтып тауыса алмаймыз. Жақсы ғұмыр кешті, жақсы кезде дүниеден өтті. Аса зор бәрімізде айтары жоқ. Рахметімізді айта отырамыз. Сол кісілердің еңбегі жана берсін, ұрпағының алдынан шыға берсін. Мәкен жеңгемізді білеміз, мені Өскеменге апарып оқытып, сол жақты көрсетіп, бауырым бәрімізді соған үлкен еңбек сіңірді. Рахмет айтамын жеңгеме.
Ол жақтың кісілері енді бізге ерекше, Әнуардың өз сияқты жүректері кең, мінездері дархан. Тәтем де солай өзі ерекше жан еді. Дүниеден ертерек өтіп кетті, әлі де жүре тұру керек еді. Не қылмаймыз, Алланың ісіне айтарымыз жоқ, алда алдынан ұятпасын, атының қайырын берсін, балаларының өмір ұзақ болып, жақсылық бола берсін, балалар өсуіне берсін. Жасап отырған дастарханымыз қабыл болып, құранымыз қабыл болсын. Амин. Рахмет. Неше түрлі әкеп беретін, соңғы кезде шамасы келесері келіп, бірдеңкесін ұқшатып, бірдеңке ұстап жүретін. Соған осындай ұқсас бірдеңкені тауып, палаттың астына қоятын деп іздеді, бірақ алдымыздан шелпек пісіретін сықыра деген нәрсе шықты. Мен осы үйлеріңізге, келіндеріңізге осы шелпек пісірген кезде бәкем ағамды еске алып отырасыздар деп ниетпен ұсынып отырмыз. Осы 2005 жылы мен ауылда келдім. Шүйрек ауылда жаз бойы болып, соңында сақай келдім. Сөйтіп жаз бойы шүйрегім шықты, бәрін орып алдым, енді қайрабат сақамызды. Осы жан сапар көрейікте, тракторға әлі тиіп алып жағында келдік. Үйге баратын жама десек, жоқ дейді әкем алып, үйге бармаймыз дейді. Одан да үлкен үй бар, одан да үлкен ақсақ бар. Үлкендердің алдынан өтуіміз керекті. Жәнекте трактормен сапозлем әлі үйіне келдік. Ол кісінің үйіне келдік, жағдай түсіндірдік, не үшін келгенімізді, және де ақшадан бөлек бізге тағы бір мал алып қайту керек деді. Мен Алматыға барған соң малға құранжылықтарым. Сапозлем ағай батасын беріп, өзі қорасының бір малын алып берді. Болмашы ақшаға су тегін, ол өзі бәрі таң алып, совсем арзанға беріп қойды. Енді үлкеннің батасын алсаң, осы бәрі басталады деп мәкем ағам қолдап, сөйтіп Сапозлем ағайдың бір ойын алып, Алматыға кеткен жайым бар еді, жүрегінің бәрін сатып. Ол жерде де бірін-бірін ашылық қабілеті сыйлап, менің келген жақтылықты қайтармаған жерлері бар еді, жасылық айтып деп атап отыр. Ал көш қылған кісілерден сөйлейтін кісілер бар екен үлкендерден. Сол тәрбиесінде жүріпті, өнерінде жүріпті, соның алған тәрбиенің өте көп екенін, жақсылығын айтып, оған тауыса алмаймын. Әнуар қандай саған рахмет жаным. Жылда келіп Құран оқытасың, Құрандарың қабыл болсын, бала-шағаң аман болып, денсаулықтарың зор болып, бақытты сенен, Құран өмірің келіншегі болып. Кетіміз мәкен деген ерекше жан. Соның біраз тәрбиесін алдық деп отырмын ғой, оны таусырмаймын. Оның жақсылық деген жақсылық еді. Өзінің туған әркімнен әрмен болып мен тәрбиеледім. Енді мұның қабыл болсын жаным. Нетеміз деп, барлықтарыңызға да осындай Әнуардай бала дүниеге келіп, өз туған баласынан әрмендеп, жылда келіп құрымды көт жаным, өз балаға береке бірлік болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Етімін асып беріп өткен асын қабыл болсын. Ой өмірден қазақтың
ашынып қазақтың салт дәстүрлерін жақсы көріп үйінен әрқашан қазақтың иісі шығып тұрсын деп қалада орыстанып кетті деп қойды. Және де мына сіздерге Қазақстанның ұлттық банкінен санаулы тиражымен шығған алдарда экранға қарасаңыздар, мынау деген қазақтың бір жақсы салтының көрінісі, бұл деген ереуілік деген. Ереуілік дегенде кигіз үйдің қасында кісі күтіп тұр, сол үйдің иесі ар жағынан көш келе жатыр түйемен. Бәріңізді бір-бірден қараңдар, сол әкем ағамның айтқандай халықтарымыздан, әмияндарымыздан қазақтың иісі шықсын деп. Әкем ағам өзі сонымды жақсы көріп жүріп, бүгінгі қонақ бірдеңке шақырып отырсаң, қалай тұрған не бересің деген сұрақ қояды. Сұрадым үшін насырға еттеу керексің, жоқ, құр еттеу керек деп. Сол құр еттеу керек деген санамызға тиіп қалған, әрқашанда бірінші очередь ең қонақты құр жібермейік деп ойланып отырамыз. Ол кісінің енді маған деген ілтипаты өте жоғары еді. Келбетімізді жұртымызды жамап, әрқашанда көмектесіп болсын жүретін. Жетпей жатқан жерін айтсам, ешкім етпейді, ала бер, жаса бер. Бір айтатыны сол, қыздардан алып бере салам дейтін. Бітпейтін әңгімені, бітпейтін бағдарламасы сол қыздар. Не болса да уайымдама, қыздардан алып бере салам. Оның да олардың өздерінің де сериалдары бар. Ең бар, мен тұрғанда қыздардан алып бере салам дейтін. Ал енді тағы бір сөйлейін деген сіздер болса микрофонын ұстайық. Жанықтан кейін қазір енді жаңа совхозбен радио айтып өттім ғой, сол жаңарақ ұстап отырсам, мына жерде келіні келіп отыр екен, енді сол кісіден бастайық. Құрметті ағай, бүгінгі беріп жатқан Құдай қабыл болсын. Сол ағаларымыздың, апамыздың әруағына тиелсін, жатқан жерлері жайлы топырақтары толған болсын. Бүгін Әнуар және қыздар бастап келген өткенге салауат деп өмірден өткен кісілерге жасап жатқан құрандарымыз қабыл болсын. Бұның барлығы біздің апамыздың, атамыздың сіздерге беріп кеткен үлкен тәрбиесі, мұрасы деп білемін. Бұл деген үлкен барлығымызға, өздеріңіздің бала-шағаларыңызға үлкен тәрбие, қаншама жақсы сөздер естіп жатырмыз, қаншама жақсы адамдардың естелігін естіп жатырмыз. Бұл кісілердің жатқан жері жайлы болып, тар жерлері кең болсын. Сіздерде артында ұрпағы қалған ол кісілердің мәңгі өлмейді деп есептеймін. Әнуар жаным, рахмет саған. Өсіп өніп, бала-шағаңның қызығын көр жаным. Рахмет барымызға, қабыл болсын. Қазып алуым керек деп, қазып алатын уақыт болды деп. Огородта бір түп картошка жоқ. Картошкамыз қайда еді десем, ой, картошка перизаттың үйінде өсіп тұр дейді. Үйбай, ол қалай болсын десем, енді жақсы рахат емес пе? Суармайсың шөбін, жылмайсың. Дайын картошканы қазып аласың, болып пе? Ойда сізді қызбай көзініп. Сондай өмір сүрген еді. Арасында мына Мәлік деген кенже қыз маған жақын болды, өзімді баққа. Ол кеткен соң қайын жүрді, соның үйде жүріп тұратын. Бар, ойлап келді байқағанға. Сол жерде де Жамал апаның да қолынан ас ішіп, сүт ішіп, өскен жеріміз бар еді, сол кісіге сөз берейік. Айналайын Әнуар, жаным рахмет. Мынау отырған құран қабыл болсын. Өмірден еш жаманшылық көрме. Енді мәселе ғой, менен ағайды айтып отырмын дегенде. Мен де сол жақсылықтың бәріне қосыламын. Өзі аса сөзге жоқпын ғой. Айналайын Әнуар, жаным мыңға бір рахмет. Өмір жасыңызға болып, жетіп, өсіп, өніп асқан екен.
беріп жатқан Құдайым қабыл болсын жарқын. Құрметті қонақтар, аға мен тәтенің Құдай ісіне жиналып отқан көпшілік, бәрімізге ризамыз. Ал Әнуар. Рахмет бәріміздің келгендеріңізге. Тәте мен ағамның өмір аяғына ешқандай шаршаудың керегі жоқ. Жаңа қайдарымыз тегіс, абысындарымыз айтып жатыр, кәсібилеріміз айтып жатыр. Оларға қайта-қайта айтқан ешнәрсе шықпасын. Бірақ өз басым Әнуар, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Алланың нұры жаусын, Алланың өзі тура болсын. Айжан рахмет сағынды. Қыздарым, ұлдарым, рахатын көруге Алла тағалам нәсіп етсін. Біз ризамыз бәрімізге, осы жиналған көпшілік. Ал енді берген Құдайы тек аға мен тәтеме бағышталып, Әнуардың таза жүрегінен қабыл бола берсін. Тек Алла жақсы көрсін. Бәріміз енді Әнуардың қызының, біздің ағамның ұл қыздарының тойда көріп нәсіп етсін. Тек тойда болса, Құдай қабыл болсын. Алла рахым берсін. Рахмет Әнуар, сансыз рахмет. Туған күнсің аман есен жүріңдер. Ярлау осы Қазақстан елдерінің берген Құдайсын қабыл ет Алла. Тілеген тілектерін бере бер. Той болын берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيديك الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجي البصر هل ترى من فطور ثم رجي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لكم عذاب الصغير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى يومنا الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين وعدوان على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алла, бір өзің разылығың үшін осы отқан аяттардан мұның сауапты осы дүниеден қайтқан барша мен мұсылмандарға бағыштап, және де осы жерде әмин деп қол жайып отқан жамағаттың дүниеден қайтқан ата-бабаларының рухына бағыштап, және де мына аты аталған дәметкен аруақтарға арнайы бағыштап. Амарық шарпіне, шотырық шарпіне, жанқытырық шарпіне, жанқытыл Арқабайға, Арқабайұлы Жұмабекке, Жұмабекұлы Бекмұса, Нұрмұсаға, Бекмұсаұлы Қаратайға, Бекмұсагер Тұрсынайға, Қаратайқызы Ләззатқа, Бимағамбетқызы Рысбек апама, Нұрмұсаұлдар Қуанышбек, Қуаныш Шешенбай, Исабай, Нұрманға, Қуанышқызы Самалға, Елубайқызы Жұмакүлге, Айдарбекқызы Анаркүлге, Ордабайқызы Орынкүлге, Ысқақұлы Жетісбайға, Түйгінбекұлы Секіртке, Шыныбекұлы Жеңіске, Жеңісұлы Абайға, Керімжанұлы Қайратқа, Темірұлы Сәкенге, Жұмабай Ақшарпіне, Ижан Рұқшарпіне, Жұмабайұлы Нұрақжанға, Ижанқызы Хадишаға, және де әдейілеп Нұрмұсаұлы Қуанышбек пен Нұрақжанқызы Марбануға. Аты аталған дәметкен аруақтарға арнайы бағыштадық. Жатқан жерлерін жайлы топырақтарын торқа, қабірлерін кең таразына сұрақ жауаптан жеңіл қайсын біріп білмей істеген күнәлары болса кесіргейсің.
Артынан ағайын туыс бауырларын ұрпақтарына жүрегіне иман, тәуһид, сабырлық, шүкірлік, хидаят бергейсің. Беріп отқан Құдай садағалар қандай да бір жақсы амалдар ниеттерін өздерісіне қабыл ете көр. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يحسبون اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام برحمتك يا Thank you.